Ake қалайсыздар? Aman esen, Allah'a şükür. Өздерің қалайсыңдар? Жақсы аман есен, бір қалыпты жүріп атқан. Сені қай құдай айдақ белім, нерге отыр? Сол сіздердің жағдайларыңызды біліп кетейін деп, ауылды сағынып. Ал енді шаруаңды айт. Әке, енді білесіз, жұмыс барысында қол тимейді дегендей. Шаруа бастанасып. Осы ана екі алабұға көрінбейді ғой. Оны қайтейін деп едім. Сол екі ала сиыр сатпақшымын. Мына үйдің ақшасын жабу керек. Ей, жұмбақтанбай, айтшы, қайдағы үй? Сөздің шыны, осыдан бірнеше ай бұрын мына үйді залогқа қойып 5 миллион кредит алғам. Енді содан? Бизнесім жүрмей қалды. Енді мына сот орындаушылары 6 айдың ішінде келіп төлемесең, мына үйді алып қоямыз деп жатыр. Не айтып тұрсың ғой, әкең? Немене сол 5 миллионды мен өзім үшін алдым ба? Енді қалай төлеймін оны? Мына балаң қалаға жібер, жұмыс істесін. Осы сияқты балалар 2-3 жұмыс істеп жүр. Қай-қайдағы бір домбыраға беріп, қазір 21-ші ғасыр, дамыған заман. Ешкім қазір баласы домбыраға бермейді. Тура мына сіз сияқты болып шығады. Ей, айналайын шырағым, мен пенсиямның соңғы тиынына шейін осы баламды оқытып, шоқытып, міне, мен жете алмаған арманға осы балам жетсін дедім. Меніңше, жете алмаған арманыма осы балам жетеді деп, талай шәкірттерді үйретіп шығуына сенемін. Ата. Неге сіз осымен домбыраға бердіңіз? Домбыра ешкімге керек емес қой қазір. Ойнамайды ғой бәр. Айлығы да аз. Достарым болса бәр. Бір машина мініп ап, байып жүр. Мен болсам домбыра тартып жүрмін ауылда. Папаның сөздің жаны бар. Ертең мен қалаға бара берейінші. О, балам, домбыра деген қазақтың ұлттық аспабы. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Менің кезімде әкем оқуға жібермеген. Мен жетпеген мұратқа сен жетсе екен деймін. Менің үзінді жалғаушы азамат болып өс. Жарайды, қалғанын ертең сөйлесеміз. Жарықты өшірші. Атақша, сөйлесіңдер ма? Бізде жаман. Бұл сөз ере бермей, домбыраларында әкеліп түзе бермей жүр. Анық сен түсінші, аға қалаға кетейін деп жатыр. Жұмысына шығып кетті. Ой, ол біз тастап кетпейді.
жұмыстан шайын түйіп жатыр. Кім айтты оны саған? Директор. Мен жұмыстан шайын түйіп рас. Бірақ бәрімізсіңдер биыл 11 бітіресіңдер ғой. Ағай, бізден де кіші топтар бар ғой. Ағай, не үшін шайындар жұмыстан? Ауылда айлық аз. Қалаға барып жұмыс істеуім керек. 40-50 мың деген айлыққа кім өмір сүреді қазір? Солар жақсы сауыңдар. Екі. Ей, жаным. Gözün appak eкен, аққаны таңыдай, мөлтілдеп екі көзің, yanғаны жаныдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, өлімке ойбаға бол, Bir kelgende uyku vermedindir ғой, мына даңғырлақтарыңмен. Мүлікке көзің қырын салдың ба? Қайғанмын. Тауықтарға жем шаштың ба? Ойлар қойдым ба ата? Бақсаларды суғардың ба? Алтыда тұрып суғарып қойдым ғой. Ой, молодец бала. Шай ішейінші өзің? Кергімай құйсам шайыңды. Кешіріңіз аса. Олып кеттің ба өзіңді? Шайыңыз ішіңіз ата. Өре қазір ше ғой балам. Ата, Оу, маған матаңызды беріңіз. берейін балам. Шебер қып алла, тілімді баллан болсын білімді, ерекше дарын ойменен меңгерсін барлық ғылымды. Шишіні берін алтынан талабын көрсін жасылан, оқуды озат, аяқтап, шыңнан шықсын жасылан, амин. Амин. Сау болыңыз ата. Ой, сау бол балам, жолың болсын жатқанда. Ойланып кеттім, ағарған шашым көрдім де, балалық пенен байқамаппын ау мен мүлде. Өмірге сонда жастығын ұрлап жүзінің, қап-қара шашын ағарту үшін келдім бе. Ержеттім әке, сенімің енді ақталар. Боламын балаң, әркімге ертең мақтанар. Бүгінгі ойым, бүгінгі қайғы болғану, бір күні сенің басыңа қонған бақ болар. Қиналар іштей, өзімен өзі күрсініп, қажытты білім, бітпейтін күйбең тіршілік. Мен жаққа кейде үмітпен қарап қояды, өскенде жеміз. Алыс сапардағы сағынышым,
Ой, Ереке, ассалаумағалейкум. Қалай алмайсың телефонда? Мен қалдыр кеттім үйге. Жүр. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса да ол, мен үшін болып кеткен туған бауыр, досым, досым. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім. Қалай жеттің досым? Бәрі дұрыс па? Ауылаймақ аман есен ба? Жақсы досым. Ауылаймақ аман есен. Атаның батасын алып бір жола қалаға келдім ғой. Ауылда айлық аз білесің ғой өзің. Дұрыс. Бірақ енді оқушыларым қимайды екенсің. Қалаға келіп енді жұмыс іздеу көп тұр. Мынау нема қандай кафе? Білесің бе? Бұрын келгенсің ба? Бұл Ханифа деген кафе біздің районның ең дәмді, ең жақсы және халал өнімді пайдаланатын кафеміз. Иә, қазір даяшыда келіп қалыр. Досым, кезінде қыздар қалай? Қойшы. Әлі сөйлесіп жүрсің ба? Жоқ, жоқ. Қазір тек қана домбыра ғой балалар, сабақ, жұмыс. Ой, сен де қызық екенсің досым. Номерларын берсе, Қой, шын ұят болады, адам ұялып. Бөлексің, жаным бөлексің, күнімде оянуға себепсің. Бөлексің, жаным бөлексің. Сәлеметсіз бе деп айтып жатыр. Кешті да өз досым ғой. Сол не кішкене ауыратын бар еді. Сіздерде ең қымбат қандай тамақтар бар? Мясо по-тайски деген бар. Соны беріңіз. Содан беріңіз. Соны беріңіз. Сосын нан, шай. Сол бағасына қарамаңыз, бере беріңіз. Досым, сенге жайшылық па? Неге мен кекеш деп айттың оған? Өзің емес па енді? Сәлеметсіз бе деп отқан. Айтсамайсың ба саламатсыз ба деп? Енді байқамай қалдым ғой досым. Байқамай қалсаң енді болды, осылай кетесің. Қазір біз сен кекеш емес деп айтатын болсақ, өтірікші болып қаламыз. Енді сұлу қыз екені көрініп тұр ғой. Көрінсе көріне берсін, болды енді сен кекеш болып кеттің енді. Айтпайсың басын сәлеметсіз бе деп. Дейді ғой. Рахмет. Шық. Не ғой? Досым. Бүгінше чот сен төлейсің, келесі жылы мен төлеймін. Деп болмаса? Жоқ досым, менде де ақша болмай тұр. Ал мен не істейміз? Істейміз? Саған сен тұр ғой? Қалай маған сеніп тұрсың? Шай жіберіңдер досым, шай қор екесің. Жігіттер, счетты төлейсіңдер ме, басқаша сөйлесейін ба? Брат, төлейміз ғой, не болды? Возможность болып тұрған жоқ. Ертең төлейміз. Ей, брат, мен байдың баласымын. Төлем қанша? Счетты ал кеш. Төлеймін мен өзім, брат. Негізі оның көздері әдемі. Иә. Анда жеме. Анда жуынды ғой. Ой. Бос тезде жуып қайтайық. Мен бәшкен тамақты. Сонда да қайтайықшы болды. Әкел, беріп тұр мен шайып тұрайын. Анаңыздың номерін алып ұрды. Аламыз. Тәте, сіздердегі официант қыздың номерін бересіз ба? Өтініш, тәте беріңізші. Қайда тұрады? Хотя бы соны айтыңызшы.